Бүгінгі видеода өзінің 5 жыл ойнаған аккаунтыма обзор жасайтын боламын. Және осы 5 жыл ішінде мен аккаунтым қалай өзгерді, осы видеодан көрсеңдер болады. Ең алдымен видео басталмастан бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Осы каналды тезірек 10 000 подписчикқа жеткізіп тастайық. Ең алдымен аккаунтымдағы нені көреміз, достар? Давайте кетіп профилін көрейік. Айбай, достар, мына видеоның қарасыңдаршы, енді әдемі болып тұр, достар. Енді аккаунтымда не бар? Давайте көрейік. Бізде 65-ші уровень, достар, 17 000 лайкты жинап тастағанмын ғой, ема. Рейтингі болса бізде битва отрядта алмаз 2, КБ-дан болса біздер мастер 3 екенбіз. КБ-дан біз 15 рет мастер болғанбыз, ал бұл рейтингтан болса 18 рет болыппыз. Описаниясын көретін болсақ, бізде TikTok'та жазғанбыз, және де YouTube'та. Содан кейін бізде, достар, 236 күндік бізде неразли вада бар ғой. Пропустарды айтатын болса, менде бояқ пропустың 70-80% алынған, ал элитный пропустың енді көбісі алынбаған көрсеңдер болады. Мына жақта бізде не бар екен, достар? Мына жақта бізде AK-47 Скар дейма, Парафал, Юмпи, эволюцияның барлығы мына жаққа тізіп қойғанбыз ғой. Ең маңызды нәрсе ол менің гильдям, достар. Жанымда деген гильдям 5-ші уровень 39 адам бар екен. Ал значоктарын көретін болсақ, бізде Prime 4, содан кейін бізде неразли вада, супер геймер и галочка бар, достар. Бізде енді Микошның ойына қандай екен, давайте көрейік, достар. Бізде 48% хедшот солодан, дуодан болса бізде 43%, достар, жаман емес. Ал отрядтан болса 37% хедшот. Менің мықты ойнайтын аружаларымды көрейік, достар. Бізде AK-47, Юмпи дейма, X8, MP40 дейма, барлық аружалар бізде мына жақта тұр, достар. МК, Драваш, Мини, Узи барлығымен жақсы ойнайды екен. Ал армандарымды көретін болсақ, бізде 70 арман бар, достар. Қарасыңдаршы, осы эмоцияның барлығын армандап жүрген эмоцияларым ғой, достар. Осының барлығын қойғам. Мынаны қарасыңдаршы, достар. Мына жақта олдовский эмоцияларды қойған жайым бар енді. Біздің профиль осындай болып шықты. Ал кетік складта көрейік. Бізде 335 набор бар, достар. Ойласыңдаршы, бір аккаунтта 335 набор. Және, достар, мынанша наборлардың түрі бар ғой, достар. Мынандай наборлар, достар, көріп алсыңдар болады. Тоқтат. Мына жақта көретін болсақ, клоунның наборлары сары балапан дейма, көк түрі бар, тун-тун, сағур, достар, кролик, барлық наборлар бар екен. Шаштарға келетін болсақ, бізде қара, сары дейма, ақ дейма, қызыл дейма, сұр дейма, осындай шаштар бар екен, достар. Және басқа да осындай шаштар бар екен, достар. Жалпылай айтқанда 339 осындай бас киімдер бар, достар. Осындай тоқтатып көріп алсаңдар болады. Маскаларға келетін болсақ, бізде осындай қара маска, содан кейін биохимический войнның маскасы, осындай түрлері бар, достар. Содан кейін қара маска, сары маска, содан кейін бізде очкидің түрлері де бар, достар. Қызыл маска, достар, тағы да түрлері бар екен. Басқа маскаларды осылай тоқтатып көріп алсыңдар болады. Жалпылай айтқанда бізде 256 маска бар екен өзіміздің аккаунтымызда. Үстіңгі торсты көретін болсақ, бізде бандит бар ма, кролик бар ма, достар, ақ футболка бар ма, водолазка бар ма, достар. Осыны көріп алсыңдар болады. Ема, достар, мыналарды тартпаған ма, достар. Пазорынан барлығын енді тартып отыр. Осындай да басқа торстар бар, достар. Тоқтатып көріп алсыңдар болады. Жалпылай айтқанда бізде 559 торс бар екен үстіне. Және, достар, мына жақтан досым жанын сенің құрабылғасыңыз, досым жанында танитындар болса, плюсті қойып кетіңдер комментарияға. Шалбарларын көрейік, достар. Бізде осындай фиолетовый, жасыл дейма, қара дейма, қызыл дейма, осындай штаны ангелалар бар, достар. Басқа да шалбарларын көретін болсақ, бізде осындай шалбарлар бар, достар. Енді жалпылай айтқанда бізде 460 штаны бар екен. Осындай шалбарлар бар, достар. Тоқтатып көріп алсыңдар болады. Осындай военный шалбарлар бар ма, достар. Барлығы тұр. Ендігі кезек, достар, шлепкада бізде осындай шлепкалар бар, достар. Ақ кроссовка дейма, сары кроссовка, қара кроссовканың барлық түрлері тұр, достар. Ал қалғандарын осылай тоқтатып көріп алсыңдар болады. Осындай бізде кроссовкалар бар, достар. Мені осындай бізде кроссовкалар, жасыл дейма, қызыл дейма, көк дейма, бүкіл түрі бар. Эмоцияға келетін болсақ, бізде жалпылай айтқанда 198 эмоция бар екен осы аккаунтта. Басқа да эмоцияларды осылай тоқтатып көріп алсыңдар болады. Бізде осындай эволюция бар ма, достар. Осындай эмоциялар толып отыр, достар. Бізде дуо эмоциядан кейін бізде мына жақта ұратын тағы да басқаларды толып тұр. Сосын бізде осындай эмоциялар бар, достар. Сальтос дейтін эмоция дейма, осындай эмоция дейма, дап дейма, күлетін дейма, сәлем дейтін бүкіл эмоциялар. Прибитие анимациясын айтатын болсақ, бізде жалпылы айтқанды 21 прибитие эмоция бар, достар. Ойласыңдаршы, осының барлығы ема. Ал набор ауыстыратын анимацияларын айтатын болсақ, бізде 4 штугы
бар екен. Бізде бірінші түрі осындай достар, ал екінші түрі бізде осындай Наруто түрінде, ал бізде үшіншісі осындай Итачидің ауыстыратын анимациясы, ал бізде төртіншісі болса осындай. Ал отряд шыққанда беретін эмоциялардан бізде біреу бар екен. Сосын бізде емделетін анимациялардан осындай секіретін тағы да анимациялар бар достар. Навыктарды көретін болсақ, бізде осындай анимациялар бар достар. Мынандай да Алока осындай скиндары бар, осындай скиндар бар екен. Сумкаларға келетін болсақ, бізде осындай сумкалар бар достар. Тоқтатып көріп алсындар болады. Осындай да әдемі сумкалар бар екен. Жалпылай айтқанда осындай сумкалардың 118 түрі бар ғой достар. Мына қарап алсындар болады. Лутбокстарға келетін болсақ, бізде 118 лутбокстың түрі бар достар. Осындай қарап алсындар болады. Және де осындай лава лутбокстар бар бізде. Ал парашюттың бізде 85 данасы бар достар. Осындай қаншама түрлі бізде парашюттары бар. Осындай жасыл, ақ, жүрек дейма барлық түрлерінен бар екен. Ал скайджеттерді айтатын болсақ, бізде 14 дана осындай түрлерінен бар достар. Любойын таңдап түсе берсіндер болады. Доскаларды айтатын болсақ, бізде 123 досканың түрі бар достар. Осындай мысық түрі бар, содан кейін мынандай түрі бар достар. Бізде ақшамен түсетін түрлері де бар екен достар, көріп алсыңдар болады. Енді машиналарды көретін болсақ, бізде 19 дана осындай спорт карлары бар, содан кейін бізде мотоциклдің бізде 23 түрі бар. Осындай фиолетовый түстерінен бар, содан кейін монстр трактың бізде 11 данасы, джиптің бізде 17 данасы, тағынан пикаптың бізде 14 данасы бар. Мынадан 8 скин бар, мынадан 6 скин бар ғой достар. Соңғы обновлениеде достар бізге осындай жылқы қосқан ғой. Мынаны қарасаңдаршы, мынаған та скин шықса бәле ғой. Профилінде бізде 11 значогы бар, содан кейін аватаркада бізде 287 аватарка, ал фонда бізде 303 данасы бар екен фон. Запасной предметтердің бізде 59 данасы бар, лутбокстың бізде 1 данасы, содан кейін бізде 2 данасы бар екен. Келесі кезек бізде достар оружие, бізде МКда 12 скины бар екен. Осындай бізде 6 уровендік эволюция, қалғандары осындай скиндар бар. Ака драконда бізде 9 скин бар достар. Осындай золотой, көк дейма, осындай әдемі скиндар бар достар, қарап алсындар болады. Скарда бізде 9 скин бар достар. Осындай Скар Титаны скиндары бар, Скар Мегалодон, тағы да осындай скиндар бар. Грозада бізде тоже достар 9 скин бар екен. Осындай имбовый 2 скины бар, қалғандарын осыны көріп алсындар болады, көк скиндар. Фамуста бізде 6 скин осындай эволюциялармен бірге, ал X78-де бізде 12 скин бар, осындай қызыл түрлерінен, тағы да осындай золотой түрлерінен бар. Ал Ан-94-де бізде 7 скин бар. 3-ші уровендік эволюциясы бар, содан кейін бізде Плазмада 2 скин бар, осындай екеу ауықта бізде 10 скин бар. Өзімнің любимый оружиемда 10 скин бар. Жаман емес бастамасы бізде Парафалда бізде 9 скин бар, осындай эволюциясымен бірге жасыл көк скиндарымен осындай бізде 9 скин бар екен. Біреу шақырып қоймады, так бізде Зимародықта бізде 6 скин бар, осындай түрлермен осылай скиндарын көріп алсындар болады, осындай скиндар бар. Соңғы бізде G36-та 5 скин. Винтовкаға өтетін болсақ, бізде М14-та 6, СКС-те бізде 3, СВД-да бізде 5, Ястребте бізде 8 скин бар, осындай түрлермен. АК-80-де бізде 6 скин, Винчестерден 1 скин. Пулеметта бізде 6 скин бар, М60-та бізде 7, Кортта бізде 2 бар екен достар. ПП қаруларға келетін болсақ, бізде Юмпиде 12 скин бар, осындай динозаврный эволюциясы көк түрі бар, сары түрлерінен бар. МП5-та бізде достар 9 скин бар, осындай түрлерінен, та фиолетовый, сары, золотисты түрлерінен бар. ВС-та бізде 3 скин бар, осындай түрлерінен. МП40-та бізде 10 скин бар екен, осындай эволюция түрінен, тағы осындай Нарутоның түрлерінен бар. P90-да бізде 6 скин, мынада бізде скин жоқ. Томпсында бізде 8 скин бар, осындай эволюциясымен бірге. Векторда бізде 5 скин, осындай змейма немен жылан түрінен. Ал бізде Магонда 9 скин бар, осындай бізде кристалловый, содан кейін бізде Бизонда бізде 4 скин бар, осындай дракон ба немені бәле, осындай скиндар шығып кеткен ғой. Енді драбаштарға келетін болсақ, бізде ұзын драбашта 10 скин бар, осындай түрлерінен достар. Енді түрлерін айта алмадым. Енді спаста бізде 5 скин бар, драбашта бізде 6 скин достар. Осындай түрлерінен достар, осындай түрлерінен қарап алсындар болады. Осындай 4 эффектіне бізде драбаш бар. Маг 7-де бізде 5 скин бар, осындай түрлерінен. Ал бізде осындайдан бізде 4 скин. М12 16-та бізде 5 скин бар, осындай 2 эффектіне бізде скины бар қан, осындай скиндармен. Пампта бізде достар 3 скин бар, осындай қызыл көк скиндармен бірге. АВМ-дерге келсек, бізде АВМ-да 6 скин, корректа 5, мынадан 3, мынадан 6, мынадан 2, ВСК-дан бізде 2 бар. Пистолеттерге келсек, бізде бұлар қатты маңызды болмағаннан кейін бұларды қатты өткізіп тастайық, өздерін тоқтатып көріп алыңдар. Ближний бойға келсек, бізде сковородкада бізде 20 скин
кейін парангта бізде 27 скин осындай скиндармен, содан кейін мынандай скиндары бар, соны балтада осындай скиндармен. Битада бізде 24 скин осындай гитараның скиндармен, содан кейін осындай дубинкалар, содан кейін бізде катанада 14 скин бар достар, осындай эффектный катаналар бізде, содан кейін соңғысы бізде 2 түрлі катана. Кейінгі бізде кассада бізде 15 скин бар, осындай қара скин, қызыл скин, көк скин, сары пар деп кетсең. Ендігі бізде кулакта 14 скин бар достар. Мына қарасаңдар сенде мынандай тағы да көк түрі, сары түрі, Наруто дейсің ба, көк түрі, фиолетовый, розовый бүкіл түрінен бар достар. Гранадада бізде 67 скин бар, осындай бізде әртүрлі скиндары, енді ема айта алмадым, енді толып жетіп артылып жатыр. Стенкалардан бізде 63 данасы бар екен достар. Анимат жоқтың бүкілі мына жақта тұр достар, тоқтатып көріп алсыңдар болады. Енді файт дегені бар, енді қызылы бар, енді жасылы бар, барлығы. Арбалетте бізде скин жоқ, бізде гранингта тоже бізде 3 скин бар, мына жақта бізде ешқандай скин жоқ екен достар. Біздің аккаунтта қанша эволюция бар екен, давайте санап көрейік. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 эволюция бар екен менің аккаунтымда. Ал өз аккаунтыма обзорда аяқтадым. Менің аккаунтыма 10-нан қанша бересіңдер, давайте комментария жазып кетіңдер. Ал сендермен бірге болған мен Микош, келесі видеоларда көріскенше.